жөнінде бір-бірімізге көмектесіп отыруымыз керек. Тек қана оны өсімдікпен тамашалаймыз. Қазір сендер осының қанатының астын ашып көріңдерші. Жануарларға қамқорлық жасаймыз. Енді осы бойынша топқа бөлінеміз. Әліппе бөлімі, әліппе кезегі, тақырыбы 79-шы сабақ. Оқу мақсаты сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрау, сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту, жазу жолын, жол аралықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай бүгінгі оқу мақсатымызды орындайды екенбіз. Енді алдарында балдар мен күнделікті сабақта бағалап жүрген құралдарын қойып қойдым. Осы бойынша өздерің бүгін сабақты бағалап отырасыңдар. Жарай ма балдар? Міне мына жерде алдарыңызға қойдым. Мына жерде мысалы бірінші бал қоюшы тапсырманы орындадым, екінші өлеңді түсіндім, жаттығуды орындадым, дыбыстық талдау жасадым, тақтаға шықтым, жеке жұмыс орындадым, және топтық жұмысқа қатыстым, ән айттым, сөйлем құрадым, таза жаздым деп мынаны не істеп отырамыз? Бағалап отырады екенбіз. Сабақтың соңында мен жинап алып, сендерді ары қарай қай жерде түсіндіру жұмыстары жүргізу керек, сол туралы біліп сөйлесеміз. Пысықтап алайық. Біз өткен сабақта қандай әріппен таныстық, қандай дыбыспен таныстық? Кім айтты? И дыбысымен таныстық, иә болды? Біз өткен сабақта И дыбысымен таныстық. И дыбысынан қандай тапсырма берілді? Оқулығымызды ашамыз. Қазір біз сендердің білетін, өздерің күнделікті өмірде ойнап жүрген ойындарыңды ойнаймыз балдар. Уно деген ойынды бәрін ойнап көргенсіңдер ма? Ойнап көрген. Оның ойынның шарты түсіне қарай картамен жүріп отырады. Қазір біз осы картаның түсіне сендерге алдарына қойып қойдық бір карта. Аламыз. Қолдарыңа ұстап отырасыңдар. Сол түс бойынша үй тапсырмасын топпен орындап жіберейік балдар, уақытымызды алмай. Кән қызыл түсті. Орнымыздан тұрамыз. Бірге айтайық. Жазып көрдің бе? Кейін Насыр өзің жаза башқа. Қоян деген қалай жазылады екен? Насыр біледі. Мына жерге жазамын. Қоян деп. Алдарына бір сиқыр жасаймын. Мұқият қарап отырыңыз, маған айтасыңдар. Не шыққанын, жарай ма? Я дыбысы шықты. Кән, сендерге де? Я. Қандай дыбыс шықты? Я дыбысы. Я әрпінің таңбалануы шығып жатыр балдар, Аяз. Мына жерден айда С әрпімен секіріп өткелдермен барасың. Түсінікті ма? Оңай бара салмайсың.
Al, mınadan sekir. Aha, mına жерге кел. Енді сымды қой. Сығалай тұр. Дыбыс сы дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз. Өте керемет, отыра қой. Келесі. Ошақ. Ошақ. Міне тұр. Медал берем деген, ja? Жақсы оқығандарың үшін. Міне, осы жердегі, міне мынау, не? Барлығын түсіндім. Кері байланыс бересіңдер қазір. Барлығын түсіндім деген. Ал мынау, жақсы түсіндім. Түсінбеген жерлерім бар. Тағы да сұрағым бар деген.